Ассаламу алейкум барша қазақстандықтар және ассаламу алейкум қырғыз елі. Мен қазақпын. Мен өз атымнан қырғыз бауырларымыздан кешірім сұраймын. Алла разылығы үшін кешіріп қойыңдар. Неге мен сұрап жатқан себебім кешірімді? Мынау көтеріліс кезінде, митинг кезінде Дикий лақабат жамылған Арман бауырымыз қырғыздар осы митингті пайдаланып магазиндерді тонап жатыр деп жалған ақпарат берді. Сол үшін қырғыз бауырларымыздан кешірім сұраймын. Алла разылығы үшін. Енді қандай да болса ұлттың жаманы жоқ дейді. Адамның жаманы бар. Ақиқатқа көзі жеткізбей сондай сөзді айта салу ол бауырымыздың енді қателігі. Сондықтан енді қырғыз елі, қырғыз бауырлар, бір туғандар, Алла разылығы үшін кешіріп қойыңдар. Сол бауырымды және сол бауырымның атынан өзімді мен де кешірім сұраймын. Енді аузында Алласы бар, тілінде калимасы бар, тілінде бисмиллахы бар, жүрегі мен мұсылманмын деген барша мұсылман бауырларымызға ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.